Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келіпсіздер. Күнделікті тамағыңызды түрлендіру үшін бүгін менімен бірге осындай өте дәмді әрі тойымды пигуди тағамын бірге дайындаңыздар. Мінекей сіздерге ішкі дүниесін көрсетіп жіберейін. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ әдемі болып шыққан. Қамыры ашытқымен жасалады. Қараңыздар, булочки секілді жұп-жұмсақ, толықтай іші піседі. Міндетті түрде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстіне қант және ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Содан соң ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз, және ұнды бәрін бірге салып жібермеңіздер. Аз-аздан су қанша өзіне ұн сіңіреді, сонша салатын боламыз, және сұйық майдан да қосып жібереміз. Барлығын ең алдымен осылай қасықтың көмегімен араластырамыз. 1 шай қасық тұз салуды ұмытпаңыздар. Осылай араластыра отыра ұнды 2-ге немесе 3 бөлікке бөле отырып саламыз. Қамырыңыз қатты тығыз болып кетпегені жөн. Міне, соңына қарай осылай қолыңызбен бақылайсыз. Қамырдың тығыздығын ұнды қатты көп қосып жібермеңіздер. Сіздерге барлық керекті заттардың мөлшерін нақтысын описание қалдырамын. Алайда менде ұн белгіленген мөлшерден осынша артық қалды. Сол себепті де ұнды түгел қосып жібермеңіздер. Нанды елеп болған соң ең соңынан осылай сұйық май құйып, астына үстіне барлығына жағып шығамыз. Мінекей, енді бетіне пищевой пленка немесе мен секілді осындай салафан жауып, майлықпен жауып 1 сағат уақытқа қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз, яғни начинкасына бізге фарш, пияз, сарымсақ және осындай менде піскен қойдың құйрық майы болған, және капуста қосамыз. Достар, құйрық майды қосу маңызды емес, алайда менің фаршым майлы болмағандықтан мен үйде бар сол піскен құйрық майдан қосып жібердім. Енді осы барлық жуан мен сарымсақты мен блендердің көмегімен өткіземін. Сіздер ұсақ етіп турасаңыздар болады. Сондай құйрық майды да блендерлеп жіберемін. Мінекей, барлығын өте тез блендерлеп, жаңағы фарштың үстіне саламыз. Және орам жапырақты да мен осылай ұсақ бөлшектерге бөліп, блендерге салып, ұсатып алдым. Сіздер жіңішке етіп турасаңыздар болады. Мен уақытым тығыз болғандықтан барлығын осылай блендерге салып, бірден ұсақ етіп өткізіп алдым. Енді дәміне қарай бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Және дәміне қарай кез келген өзіңізге ұнаған дәмдеуіштеріңізді де қоса берсеңіздер болады. Енді барлығын жақсылап мыжып қолымызбен араластырамыз. Осымен біздің салмамыз дайын. Енді менің қамырым 1 сағатқа жетер-жетпес уақытта өте тез көтеріліп шықты. Мінекей, қалай жұп-жұмсақ болып шыққан қамырымыз. Енді үстеліміздің үстіне ұн сеуіп, қамырымызды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Барлығы біркелкі болып шыққан қаласаңыздар, таразының көмегімен 80 граммнан өлшеп алсаңыздар болады, немесе көз мөлшермен де шамамен бірдейлестіріп осылай бөлшектерге кесіп алсаңыз болады. Барлығын кесіп дайындаған соң дөңгелетіп осылай қолымыздың көмегімен осылай қойып қоямыз. Сол кезде біздің қамырымыз әлде де көтеріліп, жұмыс жасауға дайын тұрады. Қалған қамырларымызды беті кеуіп қалмас үшін салафан қалташасымен бетін жауып қоямыз. Енді әрқайсы қамырды оқтаудың көмегімен жұқа етіп жайып, қатты жұқа қылып жібермеңіздер, өте қалың болғанда дұрыс емес. Қазір мен сіздерге көрсетемін. Шамамен 3 миллиметрде осындай қалыңдықта болуы қажет. Мінекей, ортасына салмасын аямай салыңыздар. Себебі пісу барысында қамыр бұдан да әлде де жуан болып көтеріледі. Сол себепті құр қамырын жеп отырмас үшін ортасына салмасын аямай салыңыздар. Мен ең бірінші түйгенім дұрыс видеода көрінбей қалыпты. Сол себепті мен сіздерге тағы да бір көрсетіп жіберейін. Мінекей, нанымызды осылай жұқалау етіп жайып аламыз, және ортасына салмамызды молырақ етіп салып, осылай маған үстелдің үстіне түйген ыңғайлырақ болды. Қолмен ұстағаннан көрі сіздер өз ыңғайыңызға қарай қарайсыздар. Сіздерге барынша түсінікті болу үшін
видеоны ақырынға қойып түсірдім. Мінекей, осылай екі жақ шетінен кезек-кезек қысып жауып шығамыз. Бұлай жасау міндетті емес, жай ғана узорсыз қысып сала салуыңызға болады. 45 минут уақытында мантаваркамен пісіріп аламыз. Мантаварканы майлауды ұмытпаңыздар. Және пісіп болған соң дәл ортасын осылай кесіп, ортасына корей салатын салып ұсына берсеңіздер болады. Мінекей, осымен біздің пигудиіміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.